жүктіліктің 40 аптасында босануы керек. Үй жағдайында да өзіңіздің босанатын күніңізді анықтай аласыз. Артқа қарай 3 ай шегінесіз. Босанатын күніңіз 8 мамыр күніне келіп тұр. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар, мен сіздерге үй жағдайында қалай босанатын уақытыңызды анықтауға болады, соны үйрететін болам. Егер де сіз аяғыңыз ауыр келіншек болсаңыз, және де қай күні босанамын деп ойланып жүрген болсаңыз, міндетті түрде бұл видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Қыздар, босанатын күніңізді анықтайтын бірнеше тәсілдер бар. Оның біріншісі сіздің етеккір күніңізбен анықталады. Яғни сіз жүктілікті жоспарлап жүрген кезде өзіңіздің етеккіріңіз қашан келгенін және де қашан кеткенін білуіңіз керек. Мысалы, сіз жүктілікпен емханаға, учетқа тұрып жатқан кезде сізден соңғы етеккір күндерін сұрайды. Сол арқылы сізге жүктілік мерзімі қойылады. Оны акушерский срок деп атайды. Яғни осы сіздің соңғы келген етеккіріңіздің күнін біле отыра, біз сіздің босанатын күніңізді, яғни ПДР, предполагаемая дата родов, анықтай аламыз. Бұл қыздар предполагаемая дата родов, яғни босанатын күніңізді қою, ол қай жақтан шыққан, бұл не нәрсе? Қыздар, кез келген жүкті әйел шамамен жүктіліктің 40 аптасында босануы керек. Осы тұжырымды ала отыра, біз сіздің соңғы келген етеккіріңіздің бірінші күннен бастап, сіздің жүктілігіңіз шамамен қай күні 40 аптаға жетеді, сол күнді алып, сізге предполагаемая дата родов, яғни босанатын күніңіз деп анықтап береміз. Дәл осы тәсілді қолдана отырып, сіз өзіңіз үй жағдайында да өзіңіздің босанатын күніңізді анықтай аласыз. Ол үшін сізге жүктіліктің алдындағы соңғы келген етеккіріңіздің уақытын есіңізге түсіру керек. Мысалы, жүктіліктің алдында сіздің етеккіріңіз 1 тамыз келіп, 8 тамыз аяқталды. Яғни соңғы етеккіріңіз сіздің 1 тамыз бен 8 тамыз аралығында болды. Енді осы етеккір күнімен қыздар босанатын күніңізді анықтау үшін өте оңай формула қолданылады. Ол үшін сіз соңғы келген етеккіріңіздің 1 күнін аласыз да, артқа қарай 3 ай шегінесіз. Мысалғы, сіздің етеккіріңіз, соңғы етеккіріңіз 1 тамыз күні келді, яғни сіз артқа қарай 3 ай шегінесіз. 1 тамыз етеккір келген болса, 1 шілде, 1 маусым, 1 мамыр. Яғни қыздар, 1 мамыр күні сіздің жүктілігіңіз 39 аптаға жетеді. Осы санға біз 7 күнді қоса отыра, сіздің жүктілігіңіздің 40 аптасына жететін күнді анықтай аламыз. Яғни, егер де сіздің соңғы етеккіріңіздің 1 күні 1 тамыз болса, онда предполагаемая дата родов, яғни сіздің босанатын күніңіз 8 мамыр күніне келіп тұр. Сіздерге қыздар түсінікті болу үшін мен тағы да бір мысал келтіріп кетейін. Мысалы, сіздің соңғы етеккіріңіз 5 қазан күні келді делік. Енді осы саннан біз 3 ай артқа қарай шегінеміз. 5 қазан сіздің етеккіріңіздің 1 күні, артқа қарай шегінетін болсақ, ол 5 қыркүйек, 5 тамыз, 5 шілде. Яғни 5 шілде күні сіздің жүктілігіңіз 39 апта болады. Бірақ предполагаемая дата родов, яғни сіздің босанатын күніңіз, ол 40 апта. Яғни 5 шілдеге біз тағы да 7 күн қосамыз. Яғни 12 шілде қыздар сіздің босанатын күніңіз. Босанатын күніңіздің қыздар анықтайтын екінші тәсілі ол УЗИ арқылы. Бірақ қыздар, біз осы екінші тәсілді қандай уақытта қолданамыз? Егер де сіз өзіңіздің етеккір уақытыңызды білмейтін болсаңыз, мысалы, кейде учетқа жүктілікпен келіншектер емханаға келеді, бірақ соңғы етеккірінің қашан келгенін есіне түсіре алмайды. Немесе кейбір келіншектерде етеккір циклы нерегулярный болады. Яғни шілдеде келсе тамызда келмейді, 2 айда 1 рет келеді, немесе 1 айда 2 рет келеді. Сода етеккірі тұрақты емес қыз келіншектерге біз босанатын күнін УЗИ арқылы санаймыз. УЗИ арқылы босанатын күніңізді анықтау үшін қыздар, сіз тек қана 16 аптаға дейінгі түскен УЗИіңізді ғана қолдана аласыз. Яғни жүктіліктің 25 аптасында, 30 аптасында түскен УЗИлармен сіз өзіңіздің босанатын күніңізді анықтай алмайсыз. Тек қана жүктіліктің 16 аптасына дейін ғана түскен УЗИ арқылы біз босанатын күніңізді анықтап бере аламыз. Бұл жерде де дәл солай қыздар, сіздің УЗИіңізбен санағанда сізге қай күні 40 апта болады, сол күні сіздің босанатын уақытыңыз болады. Яғни ПДР күні болады. Енді УЗИ арқылы қалай санаймыз? Көбінесе барлық жүкті келіншектер бірінші скрининговый УЗИді өтеді. 11-12 апта аралығында түсетін УЗИді өтеді. Сол УЗИді алып, сіз өзіңіздің босанатын күніңізді анықтай аласыз. Мысал ретінде, сіз
5 қыркүйек күні УЗИге түстіңіз. Ол УЗИде сізге жүктілік 12 апта деп жазып берді. Яғни осы санды алып, сіз ары қарай жүктілік мерзімін санай бересіз. Мысалы, 5 қыркүйек сізде 12 апта болатын болса, 5 қазан сізде 16 апта, 5 қараша сізде 20 апта. Солай ары қарай 40 аптаға дейін санай бересіз. Қай күні сізде УЗИмен 40 апта болады, сол күн сіздің босанатын күніңіз болып саналады. Кейде қыздар мындай ситуация болуы мүмкін. Сіз өзіңіздің етеккір күніңізді білесіз. Яғни соңғы етеккіріңіз қай күні келгенін білесіз. Сіздің етеккіріңіз тұрақты, ай сайын келіп отырады. Плюс сіз УЗИға да уақытылы түсіп отырдыңыз, яғни 11-12 аптасында түскен УЗИіңіз де бар. Бірақ етеккірмен санайтын болсаңыз, сізде 5 қазан күні келіп тұр. Егер де УЗИмен санайтын болсаңыз, 10 қазан келіп тұр. Қайсысы дұрыс деп сұрауыңыз мүмкін. Ондай жағдайда қыздар жүктілік мерзіміне қарайсыздар. Егер де сіз УЗИмен санаған жүктілік мерзімі мен етеккірмен саналған жүктілік мерзімнің екеуінің айырмашылығы 2 аптадан көп болып тұрса, онда УЗИ дұрысырақ болып саналады. Мысалға, сіз босанатын күніңізді анықтау үшін жүктілік мерзімін бағанағы мен айтқандай санап отырсыз. Етеккірмен сіз қазіргі таңда мысалы 35 апта болып тұрсыз, ал УЗИмен санағанда сіз 32 апта болып тұрсыз. Яғни екі көрсеткішті салыстырған кезде айырмашылығы 3 апта болып тұр. Етеккірмен 35 апта болып тұрсыз жүктіліктің мерзімі, УЗИмен 32 апта болып тұрсыз. Егер де осы айырмашылық 2 аптадан көп болса, онда УЗИіңіз дұрысырақ болып саналады. Яғни сіз босанатын күніңізді де жүктілік мерзімінде УЗИ арқылы санайсыз. Егер де етеккіріңізбен саналған және де УЗИмен саналған жүктілік мерзімі, босанатын уақытыңыз екеуінің айырмашылығы 2 аптадан үлкен болмаса, онда етеккірмен саналған жүктілік мерзімі, босанатын уақыт дұрысырақ болып саналады. Әрине қыздар, бір көргеннен ақпарат сізге қиын сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ егер де сіз екінші рет, үшінші рет тағы да қарап шықсаңыз, бұл өте оп-оңай. Осындай оп-оңай формулаға сала отыра, сіз үй жағдайында өзіңіздің босанатын күніңізді, жүктілік мерзімін оп-оңай анықтап аласыз. Әрине қыздар, егер де жүктілікке байланысты, баланың денсаулығына байланысты, гинекологияға байланысты көбірек ақпарат алғыларыңыз келсе, менің Instagram, Telegram парақшама тіркеліп алсаңыздар болады. Осы видеоның астына сілтемелерді салып кетемін. Әрине, видео ұнаса лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қыздар, менің келесі жылға дейін 100 000 оқырманға жеткізгім келетін сондай бір мақсат бар, бірақ ол мақсаттың орындалуына тек қана сіздер ғана көмектесе аласыздар. Сондықтан егер де каналға тіркеліп, өзіңіздің достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, сіздерге риза боламын. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видеоларда кездескенше сау болыңыздар.